Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте жылдам жасалатын құймақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды және қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Содан соң жылы сүттің жартысын құямыз. Араластырамыз, себебі қанты жақсылап ергенше араластыратын боламыз. Шым-шым тұзымызды салып араластырамыз. Және електен өткізілген ұнды салып араластырамыз. Іртігі жазылғанша жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып алдық. Енді қалған сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз венчикпен. Барлық рецепттер описание бөлімінде жазылған. Сол жерден қарай аласыздар. Қайнаған суды құйып араластырамыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, бір жасағаннан сіздердің құймақтарыңыз өте керемет болып шығады. Содан соң 3 ас қасық сұйық май құямыз. Содан соң біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Осымен біздің құймақтың массасы дайын болды. Пісіре берсек болады. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге күшті рецепттермен бөлісемін. Құймақтың массасы дайын болды. Қараңыздар, сұйықтығы осындай болу қажет. Енді газ плитамызды қыздырып, орташа отта тапамызды қыздырып алып, массамызды қызғаннан соң құямыз. Қараңыздаршы, осындай ажурный блинчик болады. Бірінші рет пісірген кезде тапаға сұйық май жағасыздар. Содан соң сұйық майды жақпай бірден пісіре беретін боламыз. Бірінші беті қызарып пісті. Осындай тесіктер пайда болады. Екінші бетіне аударып, қызартып пісіріп аламыз. Барлық құймақтарымызды осылай пісіреміз. Құймақтың екінші беті де пісті. Қараңыздаршы, нәзік, торлы болып шықты. Енді екінші блинчикті де осылай пісіріп аламыз. Тапамызды қыздырып, май жақпаймыз, сұйық майды бірден пісіре беретін боламыз. Осындай жұқа, торлы, нәзік құймағымыз дайын болады. Екінші бетіне аударып, қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Сіздермен болған жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Қараңыздар, өте жұмсақ, нәзік, торлы болып шыққан. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ендігі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.